болды ғой. Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрла, және бүгін мен өзімнің ауылыма келген болатын. Өйткені көптеген уақыт мен басқа қалада болдым. Ал енді өзім ауылыма келіп видео түсіретін болдым сіздерге. Ал енді ауылға келдік. Енді мына өзіміздің жителдермен сөйлесейік. Енді сен жител чотам неғып ұйықтамайсың, қалың қалай? Нормально, Нұрлан, сен ауылға келдің ба не? Кеп қалдық қой, кеп қалдық чотам. Неғып тұрсың ана жерде? Сол чота ұйқы болмай жатыр. Мына жителдің деревняның астында бірдеңе бар ма? Бірдеңе колодец жақта бір жаман қатты дауыстар шығып жатыр ғой. Енді бір тексеру керек еді, тексереді адам жоқ, сен келдің, как раз енді тексеріп берсей. Мен тексермеймін ананы. Жана ғана келдім ғой мен деревняға. Жана ғана келдік қой деревняға достар. Уже бізді ананы тексер деп жатыр ғой. Енді база жоқ, тексеріп берейік. Ал енді так, өзім үйіме кірейік, компьютеріме кірейік. Біз уже 14 подписчик болып кетіппіз ғой. 20 подписчикке кішкене апты ғой достар. Давайте 20 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Так, енді тым жоқ мына жерде. Так, грядкалар жинамаған, как всегда. Грядкаларды жинақ қоймайма, хотя бір парковтарына өзім жейтін шығар, мен қазір керек болар. Қарным ашып кетті ғой. Так, ал енді мына жер бәрі ұйықтап жатыр. Анау ғана жүр. Немене бәле жетіл біздің. Мынау не тағы? Біздің колодецтің астында бірдеңке бар ма еді не? Так, көрейік. Тинти. Мына тинтилардың бәрін неғып тұр мына жерде? Тинтилар неме тұр мына жерде? Так, тинтилардың бәрін алып тастайық. Так. Біздің деревнядан бір жарыс келіп жүр ма не пәле? Қайсысы мынау? Біздің деревняда бір террорист бірдеңе пайда болған сияқты ғой достар. Мен жоқ едім. Мен қорғайтын адам енді болмаған соң бір зұлым бір бұзық біреулер келіп алған сияқты ғой что-то. Так, мынаның бәрін сындырып тастайық достар, ату болмайды. Деревняны жарып қазір бәріміз бытыш болып отыр мына жерде. Так, тез мынаны сындырып тастаймын бәрін. Еще мен біртүрлі қойып ана тинтил. Бірде-бір тинтиді қалдырмау керек. Ана жерде золото бар екен, золотоларды бір күні келіп алып кету керек қой мына жерден. Так. Мынаның бәрін. Опа. Келесі сен дей ма? Ема достар, ана жерді көрдіңдер ма? Ана жерде бір какой-то бір зұлымға бірдеңе бар ғой ана жерде. База жоқ достар. Бір істеп жатыр ғой ана жерде. Достар, ана жерде адам өлген ма не бәле? Қан болып жатыр ғой. Мына басын жұлып алған ғой мұнаның. Басын жұлып пісіріп етін жеп қойған ғой. Мына оның сүйегі. Мына жерде монстр бар ғой дейм. Бұл жерде бандит емес. Монстр бар ғой дейм достар. Мына жерде монстр бар сияқты ғой достар. Саған мына жерден шығу керек қой тез. Мына жерден Нұрлан, артына қараш. Мынау кім? Мынау Хирабрин ғой. Хирабрин ма? Мен сенен қорқпаймын. Не керек саған мен? Хирабринмін деп не атайып тұрсың? Нұрлан, мен тірлігіме араласып тұрсың сен. Немене тинтилардың бәрін сындырып тастадың. Орнына қой тез. А то мен сені өлтірем. Мынау не дейді достар? Тинтиларды қой дейма обратно. Сен мен жаптаған кеп тұрмасың ба? Жоқ, мен деревняны жарам. Тинтиді қойды. Қаш. А то мен сені өлтірем. Жын деген ғой мынау. Өзің қойып ал, мен сенен қорқпаймын. Қаштым мен, давай пока. Офигевший екен ғой вообще. Достар, потома тышып қоя жаздадым мына Хирабриннен. База жоғы. Неғып өйтті екен, Мен оғым ештеңке істемеген сияқты едім ғой. Или барып қоя салайықшы достар. Шато тағы да бірден кес болып жүрер. Хирабрин жарайды, қоя салам.
жарайды қоя салам қазір. Тез қойып тастайық. Емана что-то қорқынышты болып бара жатыр ғой достар. Не істейді екен мынау? Так, мына жерге қоямыз. Так. Мына жерге қоямыз. Ана жерде адам денесі өлетін болды ғой. Так, мынаның бәрін лақтырып тастаймыз. Так. Ал енді так жоғарыға көтерілейік енді. Так, жоғарыға көтерілейік. Ал енді жоғарыға көтерілейік енді. Ей, мына жерде ешкім жоқ қой. Бана херагрим қайда кетіп қалған? Бәм, базар жоқ. Емана, достар, мына жерде не болған өзі? Ема, базар жоқ, мына что-то қорқынышты болып бара жатыр ғой вообще. Ема, білмеймін достар, не істесек болады? Сіздер не қалай ойлайсыздар? Комментарийға жазып жіберіңіздер. Ал енді тез үйге барайын енді. Ема, барайын. Тез ана өзімнің мен ештеңем жоқ қой мен. Бәрі қайда кетіп қалған? Жетер ана жерде Херабрин бар ғой бізде, прикинь. Бәріміз қашуымыз керек секілді ғой. Или Херабринді өлтірейін ба? Бірақ мен бүкіл оружияларым жоқ қой. Оружияларым қайда кетіп қалған мен? Нұрлан, сен оружияларды вообще білесің ба? Менің сундугымда тұр ғой, мен оны алып қойғам, а то басқа бір кішкентай балалар келіп алып кете ма деп. Қойш, сен үйінде тұрма қазір? Я үйде тұр, кіріп ала берсей. Все, онда алайын я тоқсын. Все, ала берсей. Все, ала берем онда я. Так, мына сундукты алып. Міне менің оружием как раз. Ема достар, енді бар тез ана Херабринді өлтіріп тастайық. А то болмайды мынау енді. Енді білмеймін мен ана Херабрин бізді өлтіретін секілді ғой что-то. Так, тез кіріп барып. Так, енді оружиямызды алып тез достар. Ема, мынау не? Мынау зомби ғой, ема, ана атпсек мына зомби. Ема, атайық мына зомби. Ема, мынау жатып қалды ғой. Мынау немене зомби пәле мынау? Ема. Мен қорқатым достар. Ема. Мынау не болып кетті мынау? Ема, өл. Ё-моё, достар, мынау деген вообще мынау айта алмадым мен достар. Мә. Ема достар, біз Херабринға келген сияқты едік қой. Мына жерде зомби мутант жүр ғой. Емана. Ал енді достар, білмеймін енді не істейміз. Мен еще творческий алып алдым бағана ше. Мына жердегі не істейміз мына жерде? Херабрин. Так, бұл жерде біз бүйтуіміз керек. Херабринді бүкіл мына мерді құрту керек. Так. Ол үшін біз өзіміздің тинтимізді аламыз да. Тинтиді аламыз да. Енді жағатын боламыз бұны. Так. А то Херабрин тағы да басқа адамдарға шабуыл жасайтын шығар. Так, мынаны алып тастаймыз. Ойбай, қаш. Жарлат. Ема достар, қашты екен достар. Қашты. Ал енді достар, осымен видеоны аяқтайтын болам. Қазір мына жарлатын болады мына деревня. Сіздер маған подписка, лайк жасап қойыңыздар. Мен тез 20 подписка жеткізіп қойыңыздар достар. Комментарийға да жазып кетіңіздер. Все, давайте достар, чики-пуки. Все, от души достар, все, давайте. Бум.